Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. English Plus 5 сыныптың 36 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақ ұнаса видеоға лайк бас. Тіркелмесең подписаться басып қолдап кет. Сабақты соңына дейін қарап, тек содан кейін ғана қажетті жерін жазып аларсың. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Fantasy World. Қиял әлемі. Бірінші тапсырма. Who are these people? Төменде кестеде берілген адамдар кімдер? Do you know any stories about them? Олар туралы қандай да бір хикая білесің бе? Which story is your favorite? Қайсы оқиға ең саған ұнайтыны? Қобыланды батыр, Жеңгіз хан, Алдар көсе, Ер тарғын and Алпамыс батыр. Барлық берілген адамдар туралы ақпараттарды білесіңдер деген ойдамын, иә? Екінші тапсырма. Read the paragraphs and put them in the correct order to make a story. Which of the people in exercise 1 is the story about? Екінші тапсырма. Төменде берілген кестені оқып, аударып, рет-ретімен қойып, дұрыс хикаяны шығаруымыз керек. Және де ол хикаяда кім туралы айтылған? Бірінші жаттығудағы солыны да анықтауымыз қажет. Үшінші тапсырма. Work in pairs, топтық жұмыс. Make a list of the main events in the story. Хикаядағы маңызды сәттерден парақша жасап, draw a picture to illustrate each event. Әр бөлімге сурет салыңдар дейді. Then retell the story using the pictures. Одан кейін суреттерді пайдалана отырып, хикаяны айтып бер дейді. Төртінші тапсырма. Write a story about one of the people in exercise 1. Төртінші тапсырмада жоғарыда берілген бір батыр туралы хикая айтып бер. Follow the steps in the project checklist. Онда жаңағындай проектісінің чек-листін жаса дейді. Біз тапсырманы жаңағы хикаяны оқып, аударып, сол туралы орындайтын боламыз. The magic coat. Сиқырлы пальто. Oh no, I need my coat. Ой, жоқ, маған пальтом керек. I can't ride without a coat in this cold weather, said Алдар. Мына суықта пальтосыз жүре алмаймын, дейді Алдар. You can have my fur coat instead, and some money too, said the bай. Оның орнына менің тонымды, ақшаны да алсаңыз болады, деді бай. I can't sell my coat, said Алдар. My mother made it for me. Мен пальтомды сата алмаймын, оны маған анам жасап берген, дейді. The boy really wanted to have the coat. Бай пальтоға ие болғысы келді. You can have my horse too, it's a very fast horse. Менің атымды да алсаң болады. Бұл өте жүйрік ат, дейді бай. It was a very cold day in winter. Қыстың өте суық күні. Алдар көсе had a coat, but it was old and there were holes in it. Алдар көсенің пальтосы бар еді, бірақ ол ескі және тесігі бар еді. He was poor and he had no money to buy a new coat. Ол кедей еді, сондықтан жаңа пальто алуға ақшасы жоқ. Алдар looked at his horse. Алдар атына қарайды. The horse was old too and it was very slow. Алдар көсе жаңағы жылқысына қарайды да, оның жаңа қартайғанын, баяу жүретінін байқайды. I need a warm coat and a faster horse, he thought. Маған жылы пальто керек және жылдам жүретін жылқы керек деп ойлайды.
No, I'm not. I've got a magic coat. Жоқ, олай емес. Менің сиқырлы пальтом бар. A magic coat, but your coat has 100 holes in it, said the boy. Қалай сиқырлы пальтоң бар? Сенің пальтоңның барлығы тесік қой, дейді. 100 тесіктер бар, дейді бай. They are magic holes. The holes let the cold air out and I stay warm. Ол сиқырлы тесіктер, дейді. Тесіктерден суық ауаны шығарады да, мен жылынамын, жылы болып қаламын, дейді. I want to have a magic coat too, thought the boy. Do you want to sell your coat to me? He asked алдар көсе. Мен де сиқырлы пальто алғым келеді, дейді бай. Сен оны сатқың келмей ме, деп сұрайды бай алдар көседен. Алдар looked at the boy's beautiful white horse. Okay, he said. Алдар көсе байдың сұлу ақ боз атына қарайды да, жарайды деп айтады. The boy gave him his fur coat, his horse and a bag of gold. Бай оған тонын, атын және де бір дорба алтын береді. Алдар put on the new coat, took the gold and jumped on his new horse. Алдар жаңа пальтоны киіп алып, алтынды алып, және де атқа мініп алып, шауып кетеді. Then he turned to the boy and said, I forgot to tell you that this magic coat only works when I wear it. Goodbye. Кейін соңында байға бұрылып айтады. Бұл сиқырлы пальто мен кигенде ғана жұмыс істейтін айтуды ұмытып кетіппін, дейді. Қош бол. And he rode off as quickly as he could. Сөйтіп атқа мініп, мүмкіндігінше тез кетіп қалады. Then he saw another rider in the distance. Сосын алыстан тағы біреуді көреді, шабандозды, жақындап келе жатқан. When the rider got closer, Алдар recognized the local boy. Алдар жергілікті байды таниды. He had an idea. Оның бір идеясы болды. He opened his coat, took off his hat and started singing cheerfully. Ол пальтосын ашып, қалпағын шешіп, көңілді ән айта бастайды. Hello, алдар көсе, said the boy. Сәлем, алдар көсе, деді бай. It's so cold today, aren't you cold? Сәлем, алдар көсе, деді бай. Сен жаурамадың ба? Бүгін күн суық, деп сұрайды бай алдар көседен. Мәтінде алдар көсе және бай туралы айтылған екен. Енді бізге мәтіндерді ретімен қойып шығуымыз қажет. Бірінші бөлімге B нұсқасын қойдым. Мәтін күн суық дегеннен басталып, алдар көсенің маған пальто керек және жылдам жүретін ат керек дегеннен аяқталады. Екінші бөлімге И бөлімін қойдым. Жолда атымен келе жатқан уақытта басқа біреуді көреді, ол бай болып шығады, ал бай одан сен жаурамадың ба деп сұрайды. Үшінші бөлімге С нұсқасын қойдым. Алдар көсе мен жаураған жоқпын, өзімнің құпия сиқырлы пальтом бар дегеннен жауап басталады. Ал бай болса, мен сенің сиқырлы пальтоңды сатып алайын дегенмен аяқталады. Төртіншіге Эй болады. Алдар көсе жоқ, мен өзімнің пальтомды сата алмаймын, оны маған анам жасап берген дегенін аяқталады. Бірақ бай сонда да алдар көсенің сиқырлы пальтосын алғысы келетінмен аяқталады. Ең соңғы 5-ші нұсқасына Ди қоямыз. Бөліміне Ди. Алдар көсе жаңағы байдың айтқанына келісіп, пальтосын байдың
пальтосына, алтынына және жылқысына айырбастап алады. Сөйтіп, менің пальтом тек қана өзіме ғана жұмыс жасайды деп жылдам шауып кетеді. Солай мәтін аяқталады. Демек, бірінші B, екінші E, үшінші C, төртінші A, бесінші D.